Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ораманың жеңіл әрі оңай, сонымен қатар дәмді болып шығатын рецептімен бөліскім келіп отыр. Және де сіздерге осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Алдымен 400 грамм ұнымызға 1 шай қасық тұз салып, үстіне 1 кесе суымызды ұнымыз алғанша дейін жақсылап бір қамыр елейміз. Мен қамырға жұмыртқа қосқан жоқпын қыздар. Егер сіздер қаласаңыздар жұмыртқа қосып елесеңіздер де болады. Мінекей қамырымыз дайын болды. Үстінен басып көрсеңіздер болады. Елеп болғаннан кейін оны бір 10 минутқа демалдыруға қойып қоямыз. Енді кезекте салмасын дайындау үшін бізге 200 грамм капуста, сарымсақ, 400 грамм фарш, құйрық май және 2 дана картоп қажет. Капустамыздан бастап 4 бұрышты кішкентай бөліктерге бөліп тураймыз видеодағыдай. Артынан құйрық майды және картопты да, сарымсақты да дәл солай турап шығамыз. Егер сіздің фаршыңыз майлы болса, онда құйрық майдың қосудың қажеті жоқ. Менде фаршта көп май болмағандығы үшін мен 100 граммдай құйрық май қостым. Сарымсақтың көлемі міндетті түрде үлкен болу шарт емес қыздар. Кішкентай орташа көлемді сарымсақтарды турап қоссаңыздар да болады. Мінекей қыздар, біздің орамамыздың салмасы дайын болды. Енді оған 1 шай қасық бұрыш пен 1 ас қасық тұзды қосып, жақсылап араластырамыз. Тұздың жеткілікті екенін тіліңіздің ұшын тигізу арқылы көрсеңіздер болады қыздар. Енді қамырымызды елеуге кірісеміз. Ең алдымен қамырымыздың үстінен 1-2 рет басып, және оны ең алдымен 2 бөлікке, одан кейін видеода көріп тұрғандарыңыздай жақсылап илеп алып, тағы да 2 бөлікке бөлеміз. Сонда бізде барлығы 4 бөлік қамыр шығады. Бір бөлік қамырды қалдырып, қалған 3 бөлігін үстіне жауып қойып қоямыз. Қамырымыздың үстіне ұн сеуіп жаямыз. Бұл жерде айта кететін жайт, мен қамырды өзім жұқа болған қамырды жақсы көрем, және жұқа болған қамырлардан тамақ өте дәмді шығады қыздар. Сол үшін міндетті түрде қаласаңыздар қамырыңызды асықпай жаймен жұқа қылып жаюға тырысыңыздар. Мінекей қамырымыз осындай жұқалықта жайылуы керек. Қарап отырсаңыздар, менің қамыр кілемжемнің астындағы формалардың сызығына дейін көрініп тұр. Осылай болу керек қыздар. Және де біздің алдын ала дайындап қойған салмамыздың қарасаңыздар, мен 4 бөлікке бөлдім. Соның 1 бөлігін үстіне салып, бүкіл қамырды қамтитындай жайып шығамыз. Жайып болғаннан кейін видеодағыдай көріп отырсыздар, бір жақ шетінен бастап дөңгелетіп орай бастаймыз ораманы. Орамамыз дайын. Енді мантываркаға салып, астын қыздырып, суы қайнағаннан кейін 45 минутта орамамыз дайын болады. Мінекей қыздар, орамамыз дайын болды.
егер де енді үйреніп жүрсеңіздер тамақ істеп, міндетті түрде осы видеоға қарап жасап көрсеңіздер болады. Егер сіздерге каналым ұнап жатса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.